Жамбыл ауданында жағдай тұрақты. Ішкі саяси жағдайды реттеу міндеті аудандық ішкі саясат бөліміне жүктелген. Ауданның Палатқосшы, Гродикова, Қызылқайнар, Жамбыл және Ақбұлым мен Қараой ауылдық округінде 30-ға жуық түрлі этнос өкілдері тығыз орналасқан. Қазақстан Халық Ассамблеясы жанынан құрылған ардагерлер, аналар мен жастар кеңесі белсенді. Әлеуметтік түрлі қызмет көрсететін 40 үкіметтік емес ұйым әрекет етеді. Мәдени, спорттық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы және қайырымдылық іс-шаралар жиі ұйымдастырылады. Өз кезегінде идеологиялық жұмысты жүзеге асыру мақсатында республикалық, облыстық, аудандық бұқаралық ақпараттық құралдармен байланыс орнатылған. Жолдаумен маңызды бастамалар, мақалалар сюжет ретінде жарияланып, халыққа ақпараттандырылып тұрады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне деген құрмет сезімдерін қалыптастыру, насихаттау, дұрыс қолдану және пайдалану бойынша түсіндіру жұмыстарын жыл бойы бөлім тарапынан тұрақты жүргізілуде. Жамбыл ауданында 50 мәдениет нысанында 289 қызметкер жұмыс істейді. Халықты өнермен сусындату мақсатында түрлі бағытта 1639 мәдени іс-шара өтіп, 65660 адам қамтылды. Жергілікті өнерпаздар 4 республикалық, 5 облыстық байқаулардың жеңімпазы атанды. Өзіндік орны, халықтық атағы бар аса сазы, әнби халықтық ансамблі және дарын халық театрының орны ерекше. Ауданда 2022 жылдан бастап аудан әкімінің тапсырмасымен ауылдық клубтар ішінен үйірмелер ашылып, 95 қосымшаға 954 адам жазылды. Бұл өз кезегінде ауыл балалары мен жастардың бос уақытының тиімді өтуіне сеп болды. Аз ғана уақытта ауылдағы би үйірмелеріне қатысушылар 3 республикалық, 4 облыстық байқауларда жеңімпаз атанды. Мәдениет саласы халыққа ең қажетті құндылық. Бұл бағытта аула клубтарды жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда аудандық тарихи өлкетану музейі, Ақбұлым ауылдық клубы, Қызылқайнар ауылдық мәдениет үйі ғимараттарының құрылысы басталды. Аталған нысандар 2024 жылы пайдалануға берілмек.